несін жан айқайын жеткізген мәселені, жәнегі чан мәселені біз қаншама желіде қолда түсіріп нет жатырмыз. Сендер желіге салмайсыңдар, сөйтін жалған ақпарат деп жатыр. Оның бәрі жалған болса, журналист ретінде сендер неге зерттеп соны салмайсыңдар біздің жан айқайымызды? Біз қорқынышымызды, например, мына Залатармен екі ортада, например, бізде қаншама сотта болды, қаншама тыңдау болды, қаншама қитұрқы нәрселер болды. Соның бәрі неге зерттеп салмайсыңдар? Неге Маралке менен Залатар екеуінің арасында қарым-қатынас осындай? Не үшін олар ауылдың жан айқайы, Залатардың жан айқайы деп неге зерттеп салмайсыңдар? Сендер неге бір-ақ жақтың саласыңдар? Вот енді мен сендердің сол журналистсіңдер, сол каналдың несісіңдер, соны жеткізіңдер. Неге осындай мәселе сендердің басшыларына туындайды? Міне ішкі саясатта тұрды. Неге бір-ақ жақты жағазасыңдар сендер? Бір-ақ жақты. Неге біздің жан айқайымызды естімейді? Неге міне қанша өсімдік тұрып жатыр? Мен қазір жүгіріп барып бір тюльпанды жұлға фотоға түсейінші. Пәленбай билік келеді де сар деп қызып штраф салып оқа керейді. Ал қаншама гектарлап құртылып жатыр, оның бәрін ешкім жазбайды, ешкім айтпайды. Неге? Қаншама жеті бұлақтың орнын қопарып тастады, оны жауып тастады, біз жеткізіп, дәлелдеп, халық болып соны көрсетіп жатырмыз. Соны неге жазбайсыңдар сендер? Неге деген сұрақ тұрады. Неге біз сендерге өкпеліміз? Міне, біз чанды көрсеттік, жәнегі уланған малды көрсеттік. Соның өзінде сендер кастрилез деп жазып қойыпсыңдар. Неге олай жаздыңдар? Кімнен алдыңдар ақпаратты? 20-сы күні, 19-сы күні болған, 20-сы күні сендер салып қойдыңдар оны. Неге? Ал қазір мен айтып тұрғанымды сендер тағы бұрмалап, ертең тағы саласыңдар. Мен сондықтан өзімді түсіріп тұрмын. Өйткені ертең мен өзімді қорғай білу керекпін сендерге сұрақ қойған мен. Солай ма? Ертең міне алдарында тау тұр, міне қарап алыңдар. Ана тауда тарсылдатып жарылып жатыр. Ертең ана тау жоқ болады, карьер мен ауыл екі ортасы ашық болады. Ал сонда қандай ауыл халқы қандай жағдайда болады? Соны неге зерттеп жазбайсыңдар? Ал айтыңдаршы. Халқы міне көшіп жатыр, жастар цианиттан кетіп жатыр. Уланудан неден кетіп жатыр? Ауылды көтереміз, ауылды сөйтеміз. Неге көшіп жатыр? Оны неге жазбайсыңдар? Көп деген сұрақ бар. Биыл міне балық жетіп жатыр, ара бал бермеді. Оны неге зерттеп жазбайсыңдар? Айтыңдар, сендер бір-ақ жақты жазасыңдар, бір-ақ жақты. Содан ел сендерге қандай ой туындайды? Өйткені сендер бір-ақ жаққа предпочтение беріп тұрсыңдар. Сендер халықтың жан айқайын, біздің жан айқайымызды ешбір айтпайсыңдар. Например, сол Сандырадақшының адамдар үйді аралап ақша таратты, көмір таратты. Оның бәрін алмады. Шотқа мүгедектерге ақша берді, алмады. Биылдың өзінде 2 адам қайтыс болды сонда. Онда жазылмайды. Жана қарындасымыз бәрін дұрыс айтады. Мына жерде журналистер де, билік басшылары да бір-ақ жақты жұмыс істеп тұр. Бірі жаншып өлтірді. Екеуі де право лишения. Неге жазбадыңдар оны? Сендер жазбайсыңдар. Ондай неге жазбайсыңдар, рас сонымен? Сендер ылғи ананың күшті жағын ғана көрсетуге тырысасыңдар да, халықтың жаман жағын бір Маралкені хулиган неме қылып көрсетесіңдер. Мені қалай хулиган қылып көрсетіңдер, сондай қылып көрсетесіңдер. Содан кейін журналисттарға сендерге қандай обидамыз бар. Содан кейін біз саламыз блогер болып. Біз өз-өзімізді қорғау үшін біз саламыз содан кейін. Біз жазамыз содан кейін. Жан айқайымызды өйткені сендер журналисттер жеткізбеген соң біз жеткізуге өз жан айқайымызды тырысамыз. Сендер сол мәселенің бәрін айтпайсыңдар. Көрдіңдер ма? Мен қазір Алтынестің атынан барлығы сізден жазып алдым және тыңдап алдым. Өзіме осындай үлкен міндет алғандай сезініп тұрмын. Давайте осы видеоны мен өзіміздің бастығымызға, әрбір журналистерге көрсетейін. Көрсетіңдер. Дұрыс қой, енді сендер ана айтып тұрыңдаршы. Жоқ, тоса тұрыңыздар. Міне біз мынау бар ғой, просто видео түсіретін адаммын ғой. Бұл областной, районный, масштабный үлкен мәселе ғой. Біз мына инвесторға қарсы емеспіз. Біз мына болып жатқан, біз мына істеп жатқан варварский методпен істеп жатқан мына цианитқа қарсымыз. Цианитқа соны неге түсінбейсіңдер? Цианитқа қарсымыз. Цианит деген өздерін мына мектептегі баладан бастап өздерін оқытасыңдар. Не екені? Міне қанша зарладық, не болған нәтиже. Және өздері айтып жатыр, анадан емес, сибирка емес, пастерелез емес, бәрі отрицательный болып жүр. Ар жағында адамдардың, ауылдың тұрғындарын ойы қалай шығады? Немеден деп туындайды деп ойлайсыздар? Жәнегі іші күй кеткен, мұрнынан қан аққан, аузынан қан аққан, көбік аққан нәрседен ол любой адам білмесе де
Сіздер айтасыз ғой, болжам ретінде қойдық. Білмей қалған ғой. Болжам ретінде бұл ауыл тұрғындары да ойлайды ғой саммиттан деп. Сол секілді қорқынышымызды неге жеткізбейсіңдер сендер? Журналистсіздер ғой,